Егер сіз медовый торт жақсы көретін болсаңыз, міндетті түрде осы рецептпен дайындаңыз. Медовый тортымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен осындай темір ыдысымызға қантымызды, майымызды, әселімізді салып араластырып аламыз. Бұлардың мөлшерін мен астына жазып кетемін. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жай отқа осылай қантымыз ерігенге шейін үзбей араластырып аламыз. Қантымыз ерігеннен кейін оттан алып, одан кейін үстіне содамызды салып осылай араластырып қоямыз. Сол кезде біздің массамыз осылай көтеріліп түсін өзгертетін болады. Осындай карамельный әдемі түске енеді. Енді басқа ыдысқа жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен осы суған карамелімізге жұмыртқамызды аздан салып, жақсылап бұны да араластырып аламыз. Массамызды араластырып болғаннан кейін, енді оның үстіне ұнымызды аздан салып, жұмсақ қамыр болғанға шейін үйреп аламыз. Кейіннен осылай қамырымызды пергаментке салып, жайып, осылай пісіріп аламыз. Мен 6 бөлікке бөлдім. Енді кремді дайындаймыз. Крем дайындау кезінде осылай сливкемізді миксерден өткізіп, үстіне сахарный пудрамызды, қаймағымызды салып, араластырып кремімізді дайындаймыз. Осылай барлығын бір-бірінің үстіне қойып жағып шығасыздар. Кейін қалған бөліктерін майдалап, осылай бетіне сеуіп дайындаймыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Мен мына жерде әлі дайын болмай атып, мен бұл жерде кесіп қойдым. Содан кейін кішкене қаттылау болды. Егер де бұны холодильникте 1 суткаға шейін сақтасаңыздар, жұмсақ болып дайын болады. Менің видеом ұнаса, каналыма жазылып кетіңіздер.